Армағайын, бүгінгі қонағымыз Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің этносаралық қатынастарды дамыту комитетінің төрағасы Шойкин Ғалым Нұрмағамбетұлы. Ғалым Нұрмағамбетұлы, қош келдіңіз. Армысыздар, құрметті көрермендер. Павлодар өңіріне сапарыңыздың мақсаты неде, алдымен соны айтып берсеңіз. Келуіміздің мақсаты этно ұйымдарының өкілдерімен осы саладағы жұмыс жасап жатқан басқа да мемлекеттік емес ұйымдардың өкілдерімен кездесу, жеке қабылдау өткізу, біздің осы мемлекеттік органдардың өкілдерімен кездесіп, біздің этносаралық қатынастарды дамыту саласындағы мәселелерді талқылау, осы саладағы бар мәселелердің енді шешу жолдарын талқылау, жаңа біздің алдымыздағы тұрған мақсаттарды айқындау, жұмысымызды осы саладағы жетілдіру ары қарай осындай мақсаттармен келдік. Негізі бұл комитеттің ішіндегі, министрліктің ішіндегі комитеттің құрылғанына өзі 1-2 жыл болды ау деймін, 2020 жылдары құрылған болды. Жалпы бұл ұйымның құрылымның жасақталу мақсаты неде? Қандай мақсат міндеттерді арқалап отыр? Біздің комитетіміздің ең басты мақсаты осы қоғамымыздағы қоғамдық келісімді, ұлтаралық этносаралық қатынастарды дамыта отыра біздің еліміздегі тұрақтылықты қамтамасыз ету, этносаралық қатынастарды дамыту. Біздің комитетіміздің ең басты мақсаты осы еліміздегі қоғамдық келісімді қамтамасыз ету, этносаралық қатынастарды дамыту, жалпы ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету. Осы тұрғыдан біз бірнеше бағыт бойынша өзіміздің жұмысымызды жүргіземіз. Ең бастысы этно ұйымдармен тығыз қарым-қатынас жасау. Олардың жұмысын біздің осы қоғамдық келісімді дамытуға бағыттау, арнайы әртүрлі қоғамдық жобаларды жүзеге асыру. Екінші бір бағыт ол этносаралық қатынастар саласындағы жағдайларды зерттеу. Осы қандай да бір кедергілер немесе мәселелер туындамау үшін біз алдын ала зерттеу өткіземіз. Осы проблемаларды айқындап, олардың шешу жолдарын іздейміз. Және арнайы әртүрлі мемлекеттік органдарға өздеріміздің ұсыныстарымызды береміз. Неге десеңіз, біздің осы қоғамдық тұрақтылық, этносаралық қатынастар барлығы ол тек қана бір министрліктің құзырында емес, әр мемлекеттік орган өз үлесін қосу маңызды. Әсіресе осы білім саласында да біз жастармен жұмыс жасаймыз деп жатырмыз. Олардың арасындағы толеранттылық, басқа да бір жақсы құндылықтарды дамыту үшін біз білім бағдарламасында да бұл мәселелерді қамтуымыз қажет. Тәрбие жұмысында да бұл мәселе міндетті түрде алда болу керек. Мәдениет министрлігіне де өзінің құзыры бар, әсіресе осы әртүрлі туынды мәдениет министрлігінде өзінің осында үлесі болу қажет. Мысалы біздің әртүрлі фильм, басқа да туындылар, осы қоғамның алдында біз осы қоғамды біріктіретін құндылықтарды көбірек таратуымыз қажет. Ол әр мемлекеттің құзырында ондай функциялар бар. Сондықтан біз комитет ретінде, этносаралық қатынастарды дамыту комитеті ретінде бұл осы жұмысты үйлестіреміз. Арнайы мысалы өздеріміздің ұсыныстарды дайындап, басқа мемлекеттік органдармен бірлесе қолға алып, бұл мәселелерді біз міндетті түрде жүзеге асырамыз. Және тағы да бір айтатын мәселе, ол Қазақстан халқы ассамблеясымен жұмыс ұйымдастыру, бірлесе жұмыс ұйымдастыру. Бұл қоғамдық ұйым. Сондықтан оның жұмыстары да қоғамдық тәсілдерді пайдалана отырып жүзеге асады. Біз сол ассамблеяның әлеуетін пайдалана отырып, біздің қоғаммен, осында қоғамдағы дұрыс құндылықтарды дамыту, дұрыс қоғамдық пікірді туғызуға біз әрекет жасаймыз. Жаңа айтып өттіңіз, зерттеулер жүргіземіз деп. Бұл қандай зерттеулер және қандай оның тетіктері бар, әдістері бар? Біздің комитеттің жанында этносаралық проблемаларды зерттейтін арнайы
институт құрылған. Бұл институт кәсіби тұрғыдан барлық зерттеулерді ұйымдастырып жатыр. Ол тек қана әлеуметтік зерттеулер емес, ол жерде тағы да мысалы біздің қызметкерлер әр өңірге, ауыл деңгейіне дейін барып, ол жердегі мынау этносаралық қатынастарды зерттейді. Осы этносаралық қатынастарға кері әсер ететін факторларды тауып, арнайы ұсыныс жасайды. Мысалы, бұл бар проблемаларды қалай шешуге болады? Мысалы, біздің мынау кейбір өңірлерде тіл мәселесі, кейбір жағдайда, мысалы, этносаралық қатынастарға кері әсер тигізіп жатады. Мысалы, ономастика мәселелері болады, мәдени мәселелер болады. Сондықтан біздің институт әр салада қатысты осы мамандармен қамтылған. Олар осы өңірлерге шығып, арнайы зерттеулер өткізіп, оның ғылыми тәсілдері өте көп. Мониторинг шығу дейді, эксперттік опрос дейді, әлеуметтік зерттеулер әртүрлі, аналитикалық сараптау жұмыстары бар. Әртүрлі тәсілдерді пайдалана отырып, жалпы біздің этносаралық қатынастарды дамытуға кері әсер ететін факторларды іздеп, оларды тауып, оларды шешу жолдарын бізге ұсынады. Содан кейін біз мысалы бұл мәселелерді мемлекеттік органдармен бірге талқылаймыз, шешу жолдарын айқындаймыз, және бұл заңнама жағынан болсын, ұйымдастыру жағынан болсын, қаржы мәселелері болсын, жан-жақтан осы мәселені шешуге тырысамыз. Және ол осындай тәсіл міндетті түрде пайдалану керек, тек қана орталық деңгейде емес, әр өңірде де біздің әкімшілік өкілдері, арнайы осындай мамандар бар, солардың әлеуетін пайдалана отырып, осындай жұмысты біз міндетті түрде жүргізуіміз қажет. Енді осы зерттеулердің барысында қандай да бір статистикалық мәліметтер, мониторинг жүргізесіздер, иә? Қай өңір бойынша дәл осы мәселе, ұлтаралық қарым-қатынас мәселесі өзекті Қазақстандағы? Әрине, әр өңірде өзінің ерекшелігі бар. Әсіресе біздің оңтүстікте бірнеше өңірлерде біздің басқа этностар өкілдері көп тұратын аудандар бар. Сол өңірлерге біз ерекше көңіл бөлеміз. Мысалы, Алматы облысы, Жамбыл облысы, Түркістан өңірі, Шымкент, осындай өңірлерде де біздің мысалы ағайындарымыз тұрады. Олардың да арасында біздің этноұйымдар белсенді жұмыс жасайды. Солармен бірлесе отырып, біз қандай да бір мәселелер туындап жатса, біз дер кезінде шара қолданып, оларды болдырмауға тырысамыз. Міндетті түрде біздің ең басты мақсатымыз осы этностардың арасындағы қарым-қатынастарды дамыту. Коммуникациялар көп болу керек. Мысалы, біздің жастарымыз болсын, басқа да азаматтық топтарымыздың арасында ешқандай да бір түсініспеушілік болмау үшін көбірек қарым-қатынасты дамыту керекпіз. Олар бірлесе қызмет етсе, бірлесе бірге оқу процесі өтіп жатса, бірлесе мысалы көптеген шаралар әртүрлі ұйымдастырылып жатса, мен ойлаймын, ешқандай да бір-бірімізге, мысалы басқа этностардың арасында ешқандай да түсініспеушілік болмайды. Ал осындай қарым-қатынастар азайып жатса, болмай жатса, міндетті түрде әрине сол жерде әртүрлі проблемалар болып қалуы мүмкін. Сондықтан біз әкімшіліктермен бірлесе отырып, сол өңірлерге көп көңіл бөліп, арнайы жоспарлар құрып, ол жердегі арнайы жұмыс жасаймыз, ұйымдастырамыз. Сол кезде мысалы біздің барлық этностар мемлекеттік тілде дамытып жатса, мемлекеттік тілде араласып, қарым-қатынас құрып жатса, ешқандай да арасында бір түсініспеушіліктер, кикілжіңдер болмайды. Біз әр өңірлерге қатысты зерттеулер ұйымдастырамыз деп айттым ғой. Сол зерттеулердің нәтижесін пайдалана отырып, біз арнайы әлеуметтік карта жасаймыз. Бұл картада осындай әр өңірге сай жағдайды нақтылаймыз және керек жұмыстарды белгілейміз.
одан кейін осы жұмысты біз әр мемлекеттік органдардың әлеуетін пайдалана отырып жоспарлы сол мәселелерді шешуге тырысамыз. Бұл картада қандай мәселелер бар мәселен? Мысалы кейбір өңірлерде біз ассамблеямен бірлесе отырып этностардың арасында мемлекеттік тілді үйрету курстарын дамытып жатырмыз. Ол не үшін керек? Әсіресе осы этностар қазақ тілін білетін болса, олар көбірек осы қазақ ұлтының өкілдерімен көбірек араласады. Олардың арасында ешқандай да бір мәселелер туындамайды. Мысалы кейбір өңірлерде ономастикалық мәселелер бар. Әсіресе осы бұрыннан келе жатқан атаулар бар. Жер атаулары. Жер атаулары бар, ауылдардың, көшелердің атаулары. Дұрыс қоғамдық пікірді қалыптастыру үшін біз мысалы ассамблея өкілдері болсын, қоғам белсенділері болсын, бірлесе отырып олардың арасында осы түсіндіру жұмыстарын ұйымдастырып жатырмыз. Дәл осы мәселеде шынымен де кейде түсініспеушіліктер туындап жатады. Мысалы елдің жердің тарихи атауын қайтарайын десе, сол жерде өмір кешіп жатқан басқа ұлт өкілдері неге ол ауысады, сол Ленинген туып мәселен қала берсін немесе деп сондай бір әрине бұл мәселеге біз мұқият қарау керекпіз. Әсіресе ең алдыменен зерттеу ұйымдастыру қажет. Ол жердегі тарихты зерттейміз. Ол жердегі қандай да бұрынғы тарихи аттар болатын болса, оны дәлелдеп біз ғылыми тұрғыдан дәлелдеуіміз қажет. Дәл осы жұмысқа, осы ономастика мәселесіне сіздердің әсерлеріңіз қандай? Әрине бұл мәселемен біздің білім саласындағы ғылыми тұрғыдан министрлік айналысады. Сол білім министрлігінің жанында арнайы тілдерді дамыту комитеті бар. Және мәдениет министрлігінің құзырында ономастика мәселелері бар. Сондықтан біздің осы ономастика мәселесі ол барлық мемлекеттік органдардың бірлесе жүзеге асырған жұмысының нәтижесінде ғана өзінің дұрыс нәтижеге жетеміз деп ойлаймын. Мысалы, білім министрлігінің тұрғыдан зерттеулер ұйымдастырылса, ономастика мәселесімен айналысатын мәдениет министрлігінің өкілдері бұл мәселені қоғамдық пікірді қалыптастыру үшін дұрыс түсіндіру жұмыстарын ұйымдастырса, біз мысалы өзіміздің тарапымыздан этнос өкілдерінің арасында дұрыс түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыратын болса, осындай өзгертулер ешқандай да бір кедергісіз, ешқандай да бір қоғамдық арасында түсініспеушілікті болдырмай біз осы мәселені шешеміз. Жалпы біздің мемлекетіміздің, комитетіміздің да бір мақсаттарының бірі ол этностардың арасындағы тең құқықтықты қамтамасыз ету. Біздің әр азамат, біздің еліміздің азаматтары барлығы да тең құқылы, этносқа, тілге қарамастан олардың жауапкершілігі де, құқықтары да бірдей. Осыны біз ұмытпауымыз қажет. Біздің мемлекетіміз көптеген халықаралық деңгейде бекітілген құжаттарға қол қойған. Және біз өзіміздің алдымызға үлкен міндеттемелерді алған болатынбыз. Әсіресе осы елімізде тұрып жатқан басқа этнос өкілдерінің құқықтарын қамтамасыз ету. Бүгінде әлемде жоқ, жалғыз Қазақстанға ғана тән бұл институт, бұл Қазақстан халқы ассамблеясы екені белгілі. Сіздердің осы Қазақстан халқы ассамблеясымен бірлесіп жұмыс атқаратындарыңыз да анық. Оның рөлі қандай жалпы бүгін сіздермен бірлесе жұмыс істеудің нәтижелері қандай? Қазақстан халқы ассамблеясы бүгін қоғамымыздың тұрақтылығын қамтамасыз ету жолында өте үлкен үлес қосуда. Ең маңыздысы осы ассамблея арқылы біз көптеген мыңнан астам этно ұйымдармен жұмыс жасаудамыз. Ассамблея ол бір өте маңызды тәсіл. Ассамблея арқылы біз этно ұйымдардың бастарын қосып, олардың жұмысын бір бағыттау. Біздің мақсатымыз осыда. Біз елге керек бағдарламаларды жүзеге асыру үшін,
елге маңызды құндылықтарды дамыту үшін біз осы ассамблея арқылы этноұйымдармен жұмыс жасаймыз. Мысалы, этноұйымдар өздерінің этностарының ішіндегі жағдайды бізден де жақсы біледі. Сондықтан біз оларды өзімізге тарта отырып, біз олармен ақылдасамыз. Қандай да бір мәселелер туындап жатса, олар бізге айтады. Біз бірлесе оны талқылап, бірлесе жол іздеп, шешу жолдарын іздеп, бірлесе шешім қабылдаймыз. Яғни әр адамның, әр этностың, оның ішінде әр адамның мәселесін жеке білу үшін бұл өте жақсы құрал деп айтуға болады. Әрине. Біз мысалы оны кейбірде сынап жатады ассамблеяны. Бірақ ол өте бір ерекше құрал. Мынау этноұйымдар өздерінің тілін дамытуға, мәдениетін дамытуға құқылы. Ол халықаралық шарттарда соғылған. Және олар ұйымдарын ашады. Бірақ біздің ассамблея болмаса, сол ұйымдармен кім жұмыс жасайды? Оларға дұрыс бағыт беру арқылы біз оларды біздің осы мемлекеттік саясаттың төңірегінде қалыптастырамыз. Ассамблеяның жұмысы арқылы біз осы этноұйымдардың жұмысына сыртқы күштердің араласуын болдырмаймыз. Сондықтан бүгінгі тұрғыдан ассамблея бізге керек, бірақ әрине уақыт бір жерде тұрмайды. Сондықтан қоғам да өзгеріп жатыр, ассамблеяның да жұмысы да өзгеру керек. Мысалы, біздің ұсынысымыз ретінде біз ассамблея өкілдеріне осындай ұсыныс жасай жатырмыз. Күнделікті бірлесе біз қоғамды біріктіретін жобаларды қолға алайық. Көбірек осыған күшімізді осыған салайық. Қоғамдағы проблемаларды шешуге біз тек қана үкіметтік емес ұйымдарды ғана емес, ассамблеяның да әлеуетін пайдалануымыз қажет. Жақсы, сізге сәттілік тілейміз. Бүгінгі бізге берген сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Сізге де көп рахмет. Құрметті көрермен, амандықта жүздесейік.